1492 жылы Испания королі Үндістанға қысқа жол тапқысы келген Христофор Колумбқа ақша беріп, экспедицияны жабдықтап, жолға аттандырады. Атлантика мұхитын кезіп жүріп, Христофорлар бір аралға табанын тірейді. Осылайша жаңа құрлық Америка ресми түрде ашылады. Бұл жердегі ең алғашқы көшіп келгендер жер жыртып, табак өсіріп, оны Еуропаға сатумен тіршілік етеді. Уақыт өте келе жаңа жерге ағылшындармен қатар немістер, шведтер, поляктар, француздар лек-легімен көшіп келіп, шығыс жағалауында Бостон, Делавэр, Пенсильвания, Нью-Джерси секілді жаңа колониялардың іргесі қалана бастайды. Бастапқыда Ұлыбритания мұхиттың ар жағындағы кілең әңгішәңгілерден жиналған колонияларына аса мән бермей, Американы тек өзінің империялық атағы үшін ғана қолданып, оның ішкі саясатына еш араласа бермейтін. Нәтижесінде еркіндік пен жекеменшік мүліктің негізінде бұл колониялар өз-өзін ұйымдастырып, жергілікті билік формалары қалыптаса бастайды. Американың қазіргі ұлыққа апаратын бірінші қадамы осындай болған.